بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bugün Bismillah Allah'tan kalağını bizim Galım Şeyh Abdullah Hafizahullah'ın fitna meselesindeki olsa nusqaların, nasihatların audaruğa hareket kılamiz. Allah Taala bizim şeyhimizden barlıq ahli sünnet şeyhlerinden razı olsun. Cezahumullahu hayral ceza. Şeyh Hafizahullah sözünün başında söyledi Hafizahullah, adamların жалпы не кылууларын Kur'an sünnetten ustanuu, Allah Azza ve Celle'nin razılığın izdеуі әрбір уақытта, ләсияма әсіресе fitna уақыттарында dedi Hafizahullah. Adam әрбір уақытта не қылады? Allah Taala'nın razılığын іздеп, Allah'ның Kur'an sünnetinden ustanып, әсіресе fitna келген уақыттарда дейді Hafizahullah. Өйткені бұл келген фитналар, яғни бүліктер не қылмайды? Үлкенді де, кішіні де қарамайды, ешкімді де аямайды дейді Хабибуллах. Мұсылманға да қарамайды, мұсылман емеске де қарамайды, күштіге де, әлсізге де қарамайды. Яғни барлығын жайпап, қай жерден орын табатын болса дейді Хабибуллах, сол жерге өзінің жемісін өсіруге әрекет етеді дейді. Сол жерді не қылуға? Құртуға. Оған ыңғайлы орын табылса болды дейді. Өйткені фитна деген жүрген жеріне қараңғылық, яғни бөлік дейді Хабизахуллах. Ал фитна деген араб тілінде негізінде ихтибар, яғни сынау деген мағынаны білдіреді дейді Хабизахуллах. Сынау деген мағынаны. Содан кейін барып ол неге? Михнаға, емтиханға, сыналуға қолданды. Не мәселеде? Адамдарға ұнамайтын, жақтырмайтын сынақтарда. Және ол неге? Сол фитнаға апаратын нәрселер, бүліктерге қолданылды дейді. Мысалы, күнәға, пасықтыққа, сол сияқты, яғни нелерге? Күнәларға, соның ішінде ширк. Сол сияқты нәрселерге қолданды дейді Хабизахуллах. Осы жерде бір ескерткім келіп отырған нәрсе дейді Хабизахуллах. Ол фитнаның себептері, және сол фитна уақытында мұсылман қалай мәміле қылу керек? Мұсылманның мәмілесі сол фитнамен қалай болу керек дейді Хабизахуллах. Фитна уақытында. Яғни фитнаның қатерлігі және мұсылманның мауқифы, яғни сол фитнамен қылатын мәмілесі, сол бүліктер келген уақытта қалай тұру керек? Мұсылман деген қалай амал қылу керек? Осы мәселені айтардың алдында Хабизахуллах айтады, адам не қылу керек? Фитна уақытында осы фитналардың адамның мауқифынан бұрын фитна келетін жағдайларға не қылу керек? Қарау керек дейді Хабизахуллах. Не үшін келеді? Не үшін адамдардың арасында осы фитналар, бүліктер болады? Не себептен адамдарға осы бүліктер жетіп келеді? Ақылды, ілімі бар адам, яғни мұсылман әрбір адам не қылу керек? Осыған мән беріп қарау керек дейді Хабизахуллах. Оның себептері бар, яғни өздігінен келе бермейді дейді. Оның ең бірінші себебі не ол? Ол Алла елшісінің бұйрығына қарсы келу дейді Хабизахуллах. Оның ең біріншісіне Алла елшісінің бұйрығына не қылу? Қарсы келу. Адамдардың Құран сүннетке қарсы келуінен әлемде бүлік келеді екен. Сол себепті Ибн Қайым рахимахуллах өзінің Ар-Рисалату Табукия деген кітабында рахимахуллах айтады дейді.
ومن تدبر العالم والشرور الواقعة فيه علم أن كل شر في العالم فسببه مخالفة الرسول. Yani kim alemlerde bolup atkan bölüklerge, her türlü bolup atkan jagdaylarga, jamançılıklarga karaytın bolsa, onun barlığının sebebi Allah elçisine karşı kelgenden bolup atkan. Onun barlığı ne? Allah elçisine karşı kelgenden bolup atkan ekenin biletin ettiydi. Rahimahullah. Vel huruc an taatihi. Onun boysundan şıkkan sebepti kelgen ekenin biletin edi deydi. Ve kullu hayrin fil alem fe innema huwa bisebebi taatir rasul. Alemlerde bolup atkan jakşılık, kanday jakşılık deşeğinde, sonun sebebi Allah elçisine boysunu deydi rahimahullah. Ve kadar bu dünyanın nesi boldu? Dünyanın adamlarga kelетін жақсылығымен ziyan eken. Endi ahirette aytadi rahimahullah. Ve kadalika şururul ahireh ve alamuha ve adabuha. Tura sol siyaqta ahirettin nesi? Kadalika şururul ahireh ve alamiha ve adabiha. Tura sol siyaqta ahirettin avru, qiynalu, azaptары da innema hiye mucibatun. Yani ne? Muhalefet-i Resul. Allah elçisine karşı geludun neticesinden çıkan narsa deydi rahimahullah. Fe'ada şerrud dünya vel ahire ila muhalefet-i Resul. Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve ma yeterattabu aleyh. Sonымен dünya ahirettin nesi? Dünya ahirettin ziyanı adamlarga neden geldi? Allah elçisine boysunbaudan deydi rahimahullah. Amma dünya ahirettin paydası Allah elçisine boysundan kelgen eken. Sol sebepte ol kişinin Şeyhül İslam İbn Teymiyye rahimahullah aytadi. La taqalu fitnatu illa min tarki ma amarallahu bihi. Adamlarga fitna kelmeydi deydi. Bölük fitna kelmeydi deydi. Kaçan? Olar Allah'ın buyruğunu taslamayınca, Allah'ın buyruğunu taslagan vaqtda adamlarga bölük gerek deydi rahimahullah. Ol buyruq ne eken? Allah haqqa buyuradi. Allah Taala sabırga buyuradi. Kaçan adam haqqı taslasa, bolmasa sol haqqa sabır kılmasa, adamlarga fitna kelet deydi rahimahullah. Yani onun qaterliligine, yani осы fitnanın qaterliligine ne delil kılады? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin Sahih Müslim'de kelgen yani ne hadisi, Huzayfe radıyallahu anh'ın hadisi delil болады. Ne deydi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Taradul fitanu alel kulubi kel hasir udan fe ayyu kalbin uşribaha nugidat fihi nuktatun sevda'u. Fitna degen ne жүрекке her daim vaqt sayın ne kılады? Kelip turады. Qanday жүрек сол fitnаны qabıldап, сол fitnaga kirетін bolsa, onun жүрегіне qaradaq түседі. Ve ayyu qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda. Qanday жүрек сол fitnаны qabıldamay, oğan kirmey, onu inkar kılsa, ne kılады? Nukitat fihi nuktatun bayda. Onun içinde ak daq bayda, yani жүрегі taza болады. Hatta tasira ala qalbayni. Qaşan екі жүрекке айналады deydi. Ол екі түрлі жүрек болады. Біреуі bölükті fitnаны жақсы көретін, соған кіретін жүрек, біреуі одан сақтанып, оған кірмейтін жүрек. Ala abyad misle safa. Yani ne? Taza болады. Fala tadurru fitnatun madamatis samawati vel ard. Yani осы дүниеде аспан көк тұрғанда, оған ешқандай fitna ziyan keltirmейді. Өйткені fitnаны қабылдамаған не болған? Ол жүрек таза болған. Amma келесі жүрек ол жамандықты не қылады? Ішіп алады да, не сияқты? Ол төңкерілген құмырадай. Жақсылықты қабылдамайтын, жамандықты білмейтін дәрежеге жетеді. Ешқандай жақсылық оған кірмейтін. La ya'rifu ma'rufan ve la yunkiru munkara illa ma ushriba min hawah.
жақсылықты жақсылық деп көрмейтін болады. Жамандықты жамандық деп көрмейтін болады. Тек қана не? Өзінің сол нәпсісіне кірген, ішкен фитнасына қарай, оның жүрегіне кірген фитнаға қарай, нәпсінің қалауына қарай ілесіп, соған амал қылады дейді алейхиссалату уассалам. Сол уақытта не қылса, осы хадис неге дәлел қылды? Яғни фитнаның қандай бүлік адамдарға зиян екендеріне. Және оған дәлел болады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам Абу Хурайра радиаллаху анхудың хадисінде не дейді? Яғни және соған дәлел болатын хадис Абу Хурайра радиаллаху анхудың Бұхариде келген хадисінде Аллахтың елшісі айтады. Сатакуну фитанун, фитналар келеді адамдарға дейді. Ал-қаиду фия хайрун минал қаим. Сол уақытта отырған адам тұрғаннан жақсы. Вал-қаиму фия хайрун минал маши. Сол кезде тұрған адам жүрген адамнан жақсы. Вал-маши фия хайрун минас саи. Сол кезде жүрген адам жүгіргеннен жақсы. Ваман юшрифу лаха тасташрифуху. Ваман ваджада малжаан ау маадан фалияз бихи. Кім сол фитнаға жолығып, соны қабылдап, соны қарсы алатын болса, соған баратын болса, соған кіретін болса, не қылады? Оны құртады деп жатыр. Амма кім пана тапса, паналайтын, соған не қылсын? Паналасын дейді алейхиссалату уассалам. Осы жерде шахид, хадисте болған құжат, «Уәмән истаршрафа», яғни не? Кім сол фитнаға жақындаса, соған кірсе, ташадда, яғни соған жолықса, соны қабылдаса, оны не қылады? Ол құртады деп жатыр. Оны не қылады? Құртады. Яғни адам не қылады екен? Ләсияма фитна уақытында, бүліктер көбейген уақытта, фитналар, сөздер көбейген уақытта не қылмайды екен? Адам ілімсіз осындай фитнаға кірмейді дейді хафизахуллах. Ләсияма оның ілімі әлсіз болса, ол ләсияма жахил болса, оның ілімі болмаса, діні әлсіз болса, не қылады? Осы нәрсе оның құруына себеп болады дейді хафизахуллах. Және оның себептері фитнаның келу, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның дүниеден өтуі екен, алейхиссалату вассалам, және ол кісінің сахабилері. Ол кісінің сахабилерінің дүниеден кетуі адамдарға не екен? Ол да бір келген фитнаның келуінен себеп екен. Ол кісілердің болғандары мейірімділік, адамдарға болған тыныштық, жақсылық болған екен. Ол кісілердің алейхиссалату вассаламның кетуіне екен адамдарға фитнаға жолуға себеп болады екен. Сол себеп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам Муслимде келген хадисінде не қылатын еді? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам бірде сахабилермен бірге отырғаннан кейін барып намаз, солай ма? Иша намазына отырған уақытта алейхиссалату вассалам мағриптен кейін фарафа расау иля сама, басын аспанға көтерді дейді. Ва кана кафирун мимма ярфа расау иля самаи. Ол кісі аспанға басын көп көтеретін болған, аспанға қарап, яғни не қылатын болған? Алейхиссалату вассалам көп қарап, Аллах тағаланың адамдардың күнәсі үшін, басқа үшін жіберетін апаттарынан, басқаладан не қылатын еді? Қарап, алейхиссалату вассалам көтеретін еді. Фақала, алейхиссалату вассалам айтты: Ан-нуджум аманатун лис-самаи. Менің не? Жұлдыздар аспанға аманат деп жатыр. Егер жұлдыздар кетсе, аспанға міндеттелген, оның орнына келетін нәрселер, орнын басатын нәрсе келеді. Мен өзімнің үмметіме, сахабилеріме аманатпын. Егер мен кетсем, менің асхабтарым, сахабилерім келеді. Оларға не уәделенген, яғни сол алейхиссалату вассалам сөздерінде айтқан нәрселер орындалады. Менің сахабилерім, менің асхабтарым, менің үмметіме аманат. Егер олар кететін болса, не қылады? Менің үмметіме уәде қылынған нәрсе келеді дейді. Бұл үмметке не уәде қылынған нәрсе екен? Яғни бұл үмметке
ne vade kılgan narse. Ana amanatun li ashabi, men ümmetime amanatpın degene Navavi rahimahullah aytadı. Men ümmetime amanatpın degene, eger men ketsem sahabilerime vade kılıngan narseler, taqdirlarında жазылған narseler kelet. Yani minel fiteni vel hurub. Yani ne? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ketkenden keyin kebir bolgan fitnalar, kebir soğuşlar, adamdardın kebir Araptardın dinden qaytulары, ve ihtilafil kulub, adamdardın жүректерinin bölünüp, sol sebepte özlerinin de bölünüleri deydi, bölünüleri. Amma Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin eger menin sahabilerim ketetin bolsa, ümmetke vade kılıngan narseler keledi. Olar sol taqdirda bolgan narse orundalat degen sözü rahimahullah aytadı. Min zuhurul bid'atların boluğundan. Vel havadis fid din, dinderde bolatın жаңалыктар her türlü bülükler ne kılады? Yani şeytanın müyüzü şığıl, sol sayakta urumda, başka kallarda, yani Medine Mekke'nin neleri, hakları, ketüleri, adamların adal kılıları, osıgan uqsagan narsenin bärini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin mucizasından deydi rahimahullah. Biroq bu narsa deydi Şeyh Abdullah hafizahullah, daruri emas. Bir vaqtda birden bola salığı. Bir vaqtda birden osының bäri kele salıları. Ol her vaqtda, kebir vaqtda kebiri bolsa, kebir vaqtda kebiri bolu mümkün. Al-muhimni kelip atkan fitnalar, al-muhim osu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin aytkan narsesi bolar deydi hafizahullah. Kelesi sebebi fitnanın bolatın, belkim kelesi sebebi ol nekin qiylatul ilm, ilimnin azlığı, el-cehl, nadandık deydi hafizahullah. Ol ne nadandık eken adamdardın nesinin fitna kelu sebebinin. Oğan ne delil? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin Bukhari'de kelgen Anas radıyallahu anhu'nun hadisi. O kişi aytadı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisinin aytkanını istedim. İnne min aşratis sa'ah en yaqillel ilm. Kıyamettin belgisinden en yaqillel ilm, ilimnin azayığı. Ve yazharel cehl, nadandıktın görünüp tarawa. Ve yazharel zina, adamların arasında zinanın köpeyip görünüp tarawa. Ve tekthurun nisa, ayellerden köpeyiwi. Ve yaqiller rical, erkeklerden azayığı. Hatta yekune li 50 imra'atan el-qayyimul vahid. Tepte sonday derecede 50 ayelge bırak erkek keleten derecege ne kılады? Jetedi. 50 nege ayelge deydi. Yani bu narseler ne? Bu ne eken? Kıyametten belgileri eken deydi hafizahullah. Yani bu nenin? Kıyametten belgileri, ilimlerden azayıp nadandıklardan adamların arasında köpeyiwi deydi hafizahullah. Hafiz rahimahullah, İbn Hacer rahimahullah aytadı. Kan hadihi al-umur al-khamsa khussat biz-zikr li-kawniha mush'iratun bi-ihtilal al-umur allati yahsulu bi-hifziha salah al-ma'ash wal-ma'ad. Yani rahimahullah aytadı. Osu 5 narseni Allah'ın elçisinin jekelep aytkan sebebi, vallahu alam, yani ne dep atır? Bu jerde osu 5 narsenin buzuluğumen adamdardın dünya ahiretlerinin neleri, ömürlerinin durustығы buzulatındarına sol narsenin kurup özgeruine akelетін болғаннан кейін айтқан сияқты deydi hafizahullah. Ol ne? Ve din. Ol birincisi din. Lianna raf'al ilm yahillu bih. Ütkeni ilimnin kötörlümen adamdardın dini kuruydu. Yani adam bolat da olar dinlerinden. Allah'a kalay bolsa soğay kılçılık kılat. Ikincisi vel akıl. Ikincisi akıl. Lianna şurbal khamr yahillu bih. Ütkeni ne? Arak şu adamның akılını keltiret. Adamның akılını keltiret. Üçüncüsüne nasap. Yani adamның tegin saqtauga kelgen. Ütkeni zina adamның ata tegen kurtat. Qaysısının balası ekенин görmeysin. Kelesine en-nafs vel mal. Adamның jаны men onun malын saqtauga kelgen. 4-5 narse. Köbeygen fitnalar ne kılады? Köbeygen fitnalar осы adamdardın ölümüne olarның bir-birinin maldарын haqsız tartып алуга әкеледі екен. Haq tartып алуга ne kılады екен? Әкеледі екен.
Сол себепті бұл не? Және бұл фитнаның келетін себептері адамдардың діндерінен надан болу екен дейді хафизахулла. Келесі себептері әл-мааси, күнәлар дейді хафизахулла. Олар не? Күнәлар. Күнәлардың көбеюлері адамдардың арасында бүліктердің, фитналардың, Алланың беретін сынақтарының көбеюі себеп дейді хафизахулла. Өйткені не? Аллах Таала Құранда «Захарul фасаду фил барри вал бахри бима касабат айдин нас» дейді. Жердің барлығында, құрлықта, шөлде не бөліктер орнады деп жатыр Аллах Таала. Не үшін? Адамдардың қолдарымен істеген иктисаптары, олардың қолдарымен істеген күнәлары, олардың бәлелер себепті олардың жерлерінде не бөліктер басталды деп Аллах Таала айтқан сияқты. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахихта келген хадисінде ол кісі алейхиссалату вассалам үлкен күнәлерді айтқанда, анил кабаир, үлкендер жайында айтқанда не дейді соның ішінде? Алейхиссалату вассалам ал-ишраку билла, Аллаға не қылу? Серік қосу дейді. Аллаға серік қосу дейді. Күнәнің ішіндегі ең үлкені не екен? Аллаға серік қосу екен. Ол да күнә деп айтылады екен. Ол да күнә деп айтылады екен. Яғни не екен? Осы Аллаға серік қосу адамдарға фитнаның келуінің бір себебі екен және. Тура сол сияқты не? Ал-иптида, Аллахтың шариғатында бидағаттар, әртүрлі жаңалықтар ойлап табу. Осы нәрседе неге әкеледі екен? Адамдардың арасында Аллахтың азабына, Алланың не? Сынағына, Алланың әртүрлі адамдарға сынақ жіберуіне себеп екен. Тура сол сияқты, жаңа айтқан сияқты, Алла елшісінің бұйрығына қарсы келу. Алла елшісінің несіне? Бұйрығына қарсы келу. Осының несі екен? Күнәнің себептерінен екен. Тура сол сияқты не қылу? Әмір маруфты тастау. Жақсылыққа шақырып, жамандықтан не қылу? Жақсылыққа шақырып, жамандықтан қайтаруды адамдардың не қылулары? Тастаулары. Не қылулары? Тастаулары екен. Сол себепті адамдар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның бұйрығына қарсы келген уақытта не қылады? Қарсы келген уақытта күнә болады. Күнә болған соң бөлік келеді. Бөлік келген соң олар бөлінеді екен. Олар бөлініп, өз арасында жүректері де, денелері де әртүрлі болады екен. Сол себепті Аллах Таала Құранда وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ дейді. Яғни не? Аллах Тағала сондай-ақ оларға Алладан анық нелер? Баяндар, құжаттар келген уақытта сол ілім, баян, дін, хақ келсе де бөлініп, өз арасында ихтилаф болған адамдар сияқты болмаңдар деп жатыр. Оларға ұлы азап болады дейді Аллах Тағала. Оларға не болады? Азап болады дейді Алла Азза ва Жал. Сол себепті дейді Шейх Абдулла, кім деген осы келіп атқан бәлелердің, осы күнәнің артынан қандай нәрсе келеді? Оның нәтижесі қандай болады? Оның нәтижесінен Алла қандай сынақтар береді саған? Соны білгің келсе, Ибн ал-Қайым рахимахулланың Дауд Дауа деген кітабына қайтсаң, сол жерде рахимахулла жеткілікті түрде оған қаншалықты бәле болады, оның артынан дүние ақыреттен қалай құруы келетінін баяндаған дейді хафизахулла. Тура соның бір себептері әл-хуруджу аля амирил муслимин, яғни мұсылмандардың не? Амирил муслимин, мұсылмандардың әмірлеріне қарсы шығу. Солай ма? Мұсылмандардың басшыларына қарсы шығу. Яғни мұсылман басшыларына қарсы шығу адамдардың арасында неге әкеледі екен? Аллах Тағаланың осы сынақ беруіне. Хуруж алал амир, яғни мұсылман әмірге не қылу? Қарсы шығу дейді хафизахулла. Мұсылманның патшаларына қарсы шығу. Өйткені бұл нәрсе не қылады? Адамдардың арасында кейбіреулер айтатын сияқты, осы нәрсені патшаға қарсы шығуды біреулер жақсы амал деп көрсетеді адамдардың арасында. Адамдардың арасында не қылады? Жақсы амал деп көрсетеді.
не кылады? Ең бірінші башчыға қарсы шығуымыз керек, оны алып тастау керек. Ол залым, осыған ұқсаған кейбір батыл иелері не кылады? Осындай сөздерді алып келіп, адамдардың арасында патшаға қарсы шығуды ұйымдастырып, соны істегеннен кейін Алланың фитна келуінің бір себептері осы екен. Өйткені біз білетін, дейді хафизахулла, ахли суннаның ақидасында, ахли сунна келіскен ақидасы не ол? Соның бірі Шейхул Ислам Ибн Таймия рахимахулла айтқан сияқты, ахли суннаның негіздерінен ас-сабру аля жаури султан. Сұлтанның не? Болмаса ас-сабру аля султан жаур. Болмаса залым патшаға. Болмаса патшаның залымдығына сабыр қылу, дейді рахимахулла. Патшаның несіне? Залымдығына сабыр қылу ахли суннаның негіздерінің бір негізінен, дейді рахимахулла. Басқа бір сөзінде рахимахулла айтады, қандай да бір қауым, қандай бір адам мұсылман патшаға, патша иесіне қарсы шығып, соның қарсы шыққаннан келген зиян, ол қарсы шықпай тұрғанда келген зияннан неше есе артық зиян келді, дейді рахимахулла. Яғни бұл кісіне тарихты, өмірді білген рахимахулла айтып жатыр. Қандай да бір адам патшадан келіп жатқан зиян көп деп соған қарсы шықса, оның артынан келген зиян патшаға қарсы шықпай тұрғанда келген зияннан неше есе артық зияндар келді, дейді рахимахулла. Неге? Өйткені патшаға қарсы шығудың артынан не қылады? Адамдардың арасында тыныштық кетеді. Адамдар тыныш үйлерінде жата алмайды. Адамдардың арасында қорқыныш пайда болады. Адамдардың қандары төгіледі. Өлімдер болады. Бүлік, яғни сондай тоқтамаған не? Адамдардың арасында бүліктер, бұзықтықтар, әр түрлі адамдар бірінің бірін малын тартып алу, бірін қанын төгу, осындай нәрселер не қылады? Тарайды, дейді хафизахулла. Жаңа айтқан шариғаттағы даруриятул хамс, шариғат сақтауға келген 5 дарури нәрсе осы нәрседен кетеді, дейді. Жаңа айттық қой 5 нәрсе, соның біріне адамның жаны, адамның малы, дейді. Осы нәрселер неден кетеді екен? Басшыға қарсы шығудан да осы нәрселер кетеді екен. Осылар неден екен? Кетеді екен. Сол себепті кім басшыға насихат қылғысы келсе, дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, кім басшылық иесіне насихат қылғысы келсе, не қылсын? Онымен өзінің арасында, яғни қолынан алып насихат қылсын деп жатыр. Өз арасында. Сол себепті Мусаннаф ибн Аби Шейбада келген асарда, имам Байхақидің шуабында келген асарда Ибн Аббас радиаллаху анхуға бір кісі келді. Оны, яғни бір Байхақида келген шуаб иманда, оны кім дейді? Саид ибн Жубайр дейді. Ибн Аббастан сұрайды, яғни басшыға насихат қылсам, әмір маруф қылсам бола ма? Сол мәселесін сұрағанда радиаллаху анху, егер істесең, солай ма? Егер істеу керек болса, сенімен оның арасында болсын. Өз араңда деп жатыр. Яғни адамдардың арасына мінбеге шығып емес, өз араңда, дейді радиаллаху анху, сенімен оның арасында. Тура бауырыңа қылатын насихат. Яғни шуаб иманда келген атар несінде зияда бар, ол жерде не деп айтады? Бірақ уәлә тағтаб имамак. Егер оны істей алмасаң, имамыңды боқтама, дейді. Егер оны істей алмасаң не? Имамыңды боқтама, дейді. Имамыңды не қылма? Оны боқтама. Осыған ұқсаған нәрселер бұл жалпы соның себептері, дейді хафизахулла. Яғни бұған ұқсаған не? Оның келетін себептері жалпы айтқанда. Енді осы жерде не? Мұсылманның қылатын мауқифы, ол сол фитнамен қалай мәміле қылу керек. Солай ма? Яғни ол фитна келеді екен, оның кейбір себептерін хафизахулла баяндады. Енді мұсылман қалай мәміле қылу керек? Сол фитнаға кіріп алу керек па? Қалай жолығу керек? Надандықпен жолығу керек па? Бару керек па? Қашу керек па? Хафизахулла айтады, оның қатері сендер көріп тұрғандай. Жаңа біз басында айтқан сияқты ол қатерлі, дейді хафизахулла. Оның қатері өте ұлы бәлкім. Сол себепті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам Абу Даудта келген хадисте иннас саид ла мин джуннибал фитан, дейді. Яғни бақытты адам фитнадан сақтанған, фитнадан алыс болған адам, сол адам бақытты, дейді алейхиссалату вассалам.
Енді Хавизалла сол мәселеге байланысты фитнадан сақталатын, фитнадан қорғанатын себептерін қазір кішкене баяндайды Хавизалла. Оның себептерінен біріншісі әл-иътисам бил-вахйайн дейді Хавизалла. Алладан келген екі вахидан ұстану. Құран сүннеттен ұстану дейді Хавизалла. Яғни не? Құран сүннеттен не қылу? Ұстану. Құран сүннеттен ұстанып, адам хаққа жармасып, хақпен бірге болу. Сол Құран сүннеттен асып кетпеу. Сол Құран сүннетті сәләфтардың түсінігінде түсіну. Сәләфтардың түсінігімен түсініп, соны екі Құран сүннеттен ұстанумен бірге сәләфтардың түсінігінде болу дейді Хавизалла. Аллах Тағала Құранда «Ваътасиму бихаблиллахи жамиан ва ла тафаррақу». Алланың жібінен ұстаныңдар да және бөлінбеңдер деді. Алланың жібінен ұстаныңдар, бөлінбеңдер. Алланың жібінен деді. Жалпы бөлінбеңдер деген жоқ Аллах Тағала. Алланың жібінен ұстаңдар. Алланың жібі ол хақ дейді Хавизалла, ол хақ. Алланың жібі деген хақ, яғни хақтан ұстан дейді. Ешқандай күмән болмаған осы хақтан не ұстан дейді Хавизалла. Құран сүннеттен, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сүннетінен және сахабилердің жолынан ұстану, фитнадан сәлеметте қалу мұсылманның қылатын амалдарынан екен. Және дейді Хавизалла, өйткені осы негізге қарсы келген, осы негізде тастаған адам әлбетте фитнаға түсіп, әртүрлі жаңалықтарға түсіп, не қылады ол? Сәләфтардың жолын тастап, құрып, бөлінуге әкеледі ол нәрсе. Адамдардың арасында не қылады? Бөлінуге, адамдардың өз арасында ихтилаф болуына әкеледі дейді. Жаңа айтқан сияқты, яғни осының ең біріншілері екен, яғни ол адам Құран сүннеттен ұстанып, сол Құран сүннетті сәләфтардың түсінігімен түсіну дейді Хавизалла. Осы кезде біреу ойлап қалмасын дейді. Яғни біреу ойлап түсініп қалуы мүмкін бұдан. Адам фитна уақытында ғана Құран сүннеттен ұстану керек. Басқа уақытта ұстанбаса болады екен деген түсінік шықпайды дейді Хавизалла бұл жерде. Яғни ондай қисық түсінік болмасын деп жатыр да. Яғни Құран сүннетті қалай? Фитна уақытында ұстайсың да, фитна жоқ уақытында да ұстайсың. Бірақ фитна көбейген уақытта ұстау қаттырақ болады дейді Хавизалла. Яғни таукид бабынан. Таукид бабынан. Тура сол сияқты адамдардың істеулері және адамның фитнада келген уақытта ұстанатын жолы не қылу ол? Ол не нәрсе? Ол келген хабарларды тексеру, келген хабарларды тәтәббүт қылу, оларды келгенше тарата бермей деп жатыр Хавизалла. Хабарлар келсе, әсіресе фитнаны көбейтетін, бүліктерді көбейтетін нелер? Осындай хабарлар дейді. Адамдардың арасында тартысулар, ихтилафтар, сөздер көбейетіндеріне кейбір адамдар бар дейді. Қандай бір хабар келсе, тексермеген күйде адамдарға жібере береді. Ол білмейді дейді. Оның иснады бар ма, адам айтқан ба, басқа айтқан ба, бар ма, жоқ ба, шын ба, өтірік ба, ода жұмысы жоқ дейді. Оны келсе болды не қылады? Тарата береді адамдардың арасында дейді. Оған маңызды нәрсе не? Әйтеуір келген нәрсені не қылу? Тарата беру дейді адамдардың арасында. Содан кейін осындай нелер руайбидолар сөйлейді дейді Хавизалла. Яғни не қылатын? Ненің алдында? Қияметтің алдында яғни. Осылар бұлардың арасында, яғни адамдардың ішіндегі ең төмен болған адамдары не қылады? Адамдарға фитна уақытында хабарлар беріп, фатуалар беріп сөйлейді деп атқаны, сол руайбидо деп атқаны ең төмен адам яғни. Адамдардың, халықтың жалпы не үшін? Пайда зиян үшін сөйлейді екен. Әмма бұларда бұл мәселені білу деген нәрсе жоқ оларда. Оларда не? Лейса күллі ма ю'лам юқал. Барлық білген нәрсе айтыла бермейді. Вали күлли маканин мақал. Әрбір сөздің айтатын орындары болады. Жәненің айтатын орындары болады. Оның айтатын майданның рижалдары болады. Яғни оны айтатын кісілері болады. Әрбір адам айта бермейді деген қағиданы бұлар білу, оны орындау бұлай тұрсын. Олар одан алыс дейді Хавизалла. Олар одан өте алыс дейді. Қалай олар оны орындайды? Өйткені олардың қағидасы әрбір келген хабарды
тарата беру, текшермеу, адамдарға жеткізе беру, өтірік па шын ба жұмыс жоқ оның. Яғни өсек тарату сияқты. Аллах Тағала Құранда айтқан, Алланың сөзіне қарамай ма дейді бұлар деген. Алла Құранда не деді? Сендерге не бір фасық келетін болса, оның хабарын тексеріңдер деді. Сен қайдан білесің, яғни? Ол фасық па, фасық емес па? Тексермегеннен жеткізе бересің. Сол себепті Аллах Тағала не деді жаңа Құранда? وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ دي وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. Аллах Тағала Құранда не деп жатыр? Егер оларға дейді, мұсылмандардың жалпы аманшылығы жайында, болмаса олардың қорқынышы жайында, оларды уайымдаттыратын, қайғыратын хабарлар келіп жатса, бірден оны таратады деп жатыр. Егер олар оны Құранға, егер олар оны сүннет, неге Алланың елшісіне, егер олар оны Алланың елшісіне, және өз араларында ілім иелеріне қайтаратын болса, олар соның ішіндегі истинбатын шығаратын еді. Яғни дұрысын, дұрыс емесін, айтуын, айтпауын шығаратын еді дейді. Қай нәрсені айту керек, қайсыны айтпау керек, қайсыда маслаха бар, қайсыда мafsada бар. Осы аятта Хафиз ибн Касир рахимахулла айтады. Бұда не бар? Яғни Аллах Тағала осы сөзді «Ида жаам амрун минал амни ауил хауф» деп атқаны «Инкарун аля ман юбадиру илал умури qabla tahaqquqiha». Бұда Аллах Тағала не қылып жатыр? Инкар қылып жатыр дейді адамдарды. Қандай адамдарға? Хабар келсе, бір жағдай болса, оны анықтамаған күйде таратуға асығатын адамдарға инкар қылып жатыр Аллах Тағала осы жерде дейді. Оны хабарлап, адамдар арасында тарататындарға дейді. Мүмкін не? فَيُخْبِرُ بِهَا وَيَفْشِيهَا وَيَنْشُرُهَا وَقَدْ لَا يَكُونُ لَهَا صِحَّةٌ. Оны адамдарға хабарлап, адамдарға жеткізіп оны таратады. Мүмкін ол хабар мүлдем рас болмауы мүмкін дейді Хафизахулла. Расында мүмкін не болмауы мүмкін? Рас болмауы мүмкін ол хабар. Ол оны таратып тастады. Ол оны не қылды? Таратып тастады. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, яғни Сахихтың Муслим мұқаддимасында келген хадисте «Кафа бил мар'i кадибан ан юхаддиса бикулли ма сами'a ау исман» дейді. Кісіге күнә ретінде болмаса өтірікші болуына жеткілікті. Егер естігеннің бәрін айта берсе дейді. Әрбір келген өшекті айта берсе, өтірікші болып аталуына, болмаса күнәһар болуына жеткілікті дейді Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи вассалам. Яғни бұл неге дәлел қылды дейді Хафизахулла? Яғни келген хабарда өшекші сияқты тарата беруге болмайды екен. Келесі адамның, келесі мұсылманның фитна уақытында қылатын амалы, оның мәмілесі қандай? Ол мұсылмандардың жамағатын ұстану дейді Хафизахулла. Мұсылмандардың жамағатынан ұстанып, мұсылмандардан бөлінбеу дейді. Мұсылмандардан не? Бөлінбеу, солардың жамағаттарынан ұстану. Солардың жамағаттарынан не қылу? Ұстану. Яғни мұсылмандардың жамағаттарынан ұстануда сәлемет бар екен. Ахли суннаның негіздерінен екен бұл деген. Не қылу? Мұсылманның жамағатымен болып, имамдарымен бірге болу. Сол үшін Сахихайнда келген Хузайфа радиаллаху анхудың хадисінде радиаллаху анху айтады. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. Адамдар Аллахтың елшісінен жақсылық жайында сұрайтын еді. Мен жамандық жайында жамандықты сұрайтын едім дейді. Не үшін сұрайтын едім? Одан қорқып маған жетіп келе ме деп. Содан қорыққан күйде сақтану үшін сұрайтын едім дейді радиаллаху анху. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға айттым дейді. Я Расулалла, инна кунна фи жахилиятин ва шаррин. Я Алланың елшісі, біз надандықта, біз жамандықта болдық. Фажаан Аллаху би хадал хайри, фахал ба'да хадал хайри мин шар. Аллах Тағала бізге осы жақсылықпен келді. Осы жақсылық, яғни ислам, дін, хақ, сүннет. Осыдан кейін жамандық бар ма? Осы жақсылықтан кейін жамандық бар ма деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам иә деді. Сосын барып сұрады. Я Расулалла, ол жақсылықтан кейін жамандық бар ма деді. Наам деді. Иә деді. Ва фихи даханун. Иә, ода дахан бар деді. Құлту ва ма дахан? Дахануху. Дахан деген не ол? Ол не деп сұрадым дейді Аллахтың елшісінен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам
قال قوم يهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. Менің жолымда жүрмейтін қауымдар келеді дейді. Яғни менің қауымда жүрмейтін қауымдар келеді. Сен олардың істерін көргенде не алсың? İnkar қыласың. Олардың амалдарын көресің. Солай ма яғни? Бір не жақсылықтар істесе, бір мұнкар нәрселер істейді деп жатыр. Сосын айттым дейді, я Расулалла, одан кейін, осы жақсылықтан кейін жамандық келе ма деп. Иә деді дейді. Иә, одан кейін жамандық бар ма? Бар деді. Нам, дуатун иля абуаби жаханнам деді. Яғни не? Жаханнамға шақыратын, жаханнамның есігіне шақыратын дағуатшылар келеді деп айтты дейді. Мән ажабахум илайха қадафуху фиха. Яғни не? Кім оны ұстаса, кім оларға жауап беретін болса, оларды осы фитнаға кіргізеді деп жатыр, өздерінің бәлелеріне. Алланың елшісінен сұрадым, оның сипаттарын айтыңыз дедім дейді. Олар не? Біздің осы теріміз өзіміз сияқты адамдар, біздің тілімізбен сөйлейді деп жатыр. Мен сұрадым дейді, я Алланың елшісі, бізге керек осы жағы. Фама та'муруни ин адракани залик. Яғни мен сол уақытқа жолықсам, осындай, яғни жаханамға шақыратын адамдарға жолығып қалсам, осындай фитнаға жолығып қалсам, не істейін деп сұрады. Радиаллаху анху. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не dedi? Тәлзәм жамаатал муслимин ва имамахум. Яғни не қыл? Жамағаттан ұстан. Мұсылмандардың жамағаттарынан, мұсылмандардың имамдарынан ұстан деді. Алейхиссалату вассалам. Және айттым, я Расулалла, олардың жамағаты болмаса, имамы болмай қалсашы. Онда не қыл? Фa'тазил тилкал фирқа куллаха. Онда түгел сол бөлінген фирқалардың, жамағаттардың бәрінен бөлін деді. Не қылсаң, осы хақтан ұстанған күйде ағаштың негізіне жармассаң да, ағаштың негізін тістеген күйде болсаң да, өлімге шейін сода жармассаң да, сода қал деп жатыр. Алейхиссалату вассалам. Яғни бұл жерде бізге болған не? Бұл жерде бізге болған дәлел дейді. Хавизахулла, ол не екен? Ол мұсылмандардың жамағатынан ұстан дегені дәлел екен. Өйткені адамның фитнаға кіруден, фитнаға араласып, бүлікке қырып, құрып кетуінен сақтауға себеп болады дейді Хавизахулла. Және сол мұсылманның фитна уақытында қылатын мәмілесі қандай екен, және не істеу керек екен, ол немен айналысу керек екен? Хавизахулла айтады, би'илми сахих. Тәзәуд би'илми сахих. Не қылу керек ол? Дұрыс, сахих болған іліммен азықтанып, сол іліммен әшекейленіп, сол ілімді алу керек дейді Хавизахулла. Әрбір фитнаға надандықпен кіре бермеу керек Алланың дінінде. Ілім фитна жолықса не қылмау керек? Оған келе бермеу керек дейді. Фитнаға жолығып, әрбір келген нәрсеге кіре бермей, дұрыс пайдалы іліммен айналысу керек дейді. Сол себеп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистерінде не деді? Абдуллах ибн Амр ибн ал-Ас радиаллаху анху хадисінде: "Инна Аллаха ла яқбилу ал-илма интиза'ан ينتزع من العباد ولكن يقبل العلم بقبض العلماء." Расында Аллах Тағала ілімді адамдардан, құлдардың болмаса көкіректерінен олардан неғмет суырып алып кетпейді деп жатыр. Бірақ Аллах Тағала ілімді ғалымдардың өлімдерімен алады деді Аллахтың елшісі. Қашанға шейін? Хатта ида лам юбқи алима. Қашанға шейін? Ешқандай ғалым қалмай қалғанға шейін Аллах Тағала осылай ілімді алып кетеді екен. Сол уақытта адамдар иттахадан насу руусан жухалан. Сол уақытта адамдар надандарды өздеріне басшы қылып алады. Сұрайды соладан. Фасуилу фафтау биғайри илмин фадаллу адал. Сол уақытта олар сол надандардан сұрайды, сол жахилдерден. Сұрап, оларға фатуа беріп, өздері адасып, оларды да адастырады дейді. Не қылады оларды да адастырады деп жатыр. Осы хадисте Ибн Хаджар рахимахулла айтады. Рахимахулла айтады: "Афи хадал хадис ал-хассу аля хифзил илм." Бұл хадисте ілімге қызықтыру,
ilmni жаттауға қызықтыру бар деп жатыр. Яғни ilmni сақтаңдар, жаттаңдар, яғни көп бұрын кетіп қалудан бұрын. Және надандарды өзіне басшы қылып, өзіне ilm иесі қылып, алып алудан сақтандыру, содан қайтару бар дейді рахимахулла. Және бұл неге дәлел, бұл жерде дәлел бар? Адамдардың фатуа берулері ақиқатындағы адамдарға басшылық қылу екен дейді рахимахулла. Сол себепті бұда зәм бар дейді. Жамандау, айыптау бар. Кімге? Мен юқдим алейха биғайри илм. Кім оған ілімсіз жақындайтын болса, кім ілімсіз қадам басатын болса, сол неге? Адамдарға басшылық қылуға, адамдарға фатуа беруге ілімсіз жақындайтын болса, қадам басатын болса, сол адамдарды айыптау, жамандау бар осыда дейді. Сондықтан бұл не екен? Келесі себебі, яғни сол төртінші себебі іліммен болу. Адам іліммен қабылдап фитна уақытында қалай мәміле қылуын білу дейді хафизахулла. Және алтыншы себебі адам истишраф, яғни сол фитнаға жолықпау. Сол фитнада адам алдынан кеп қарсы алып, соған кіріп алмау деп жатыр. Өйткені ахли сүннада жалпы дұрыс адамдардың да қағидасынан адам фитнаға кіріп алмайды, фитнадан сақтанады дейді хафизахулла. Керісінше фитнадан алыстайды, фитнаға жолықпайды. Өйткені адам жолығатын болса, хафиз рахимахулла айтқан сияқты, кім оны күтіп алып қарсы алатын болса, ол фитнада оны қарсы алады дейді. Кім одан бет бұрса, ол одан бет бұрады. Кім оны қарсы алса, оны құрмайынша тынбайды, яғни оны бүкіл бәлеге кіргізеді. Және мұсылманның қылатын мәмілесі, мұсылманның қылатын және бір мәмілесінен не ол? Бесінші нәрсе, фитна келген уақытта не істеу керек? Фитна келген уақытта қандай мәміле қылу керек? Және бір оның қылатын мәмілесі, істейтін амалдары ар-руджу уәт-тәуба уәл-инаба, Аллах тағалаға қайту, тәуба ету, инаба қылу дейді хафизахулла. Аллах тағалаға не қылу? Қайту. Алланың шариғатына қайту. Өйткені алдында айтқан сияқты, күнәлардың біріне Алла елшісінің бұйрығына қарсы келу екен. Алла елшісінің бұйрығына қарсы келу не екен? Ол күнәлардан екен. Олында осындай күнәлар істегеннен кейін адам фитна көбейген уақытта сол қателерін біліп, Аллаға не қылу керек? Тәубе қылу керек. Сол себепті Аллах Таала "Уәмән а'рада ан зикри фаинна лаху ма'ишатан данка" деп айтқан сияқты дейді хафизахулла. Кім мені еске алудан, зікірімнен бет бұратын болса, оған қиын өмір болады дейді. Сол себепті Алланың зікіріне қайту керек адамдар дейді. Адамдар не қылу керек? Қайту керек. Адамдарға тәубе деген негізінде важип. Ләсияма не уақытында? Әсіресе фитна уақытында дейді хафизахулла. Фитна уақытында адамдарға тәубе қылып, сол фитнаның дұрысталуына амал қылу адамдарға міндет дейді. Сол себепті Али радиаллаху анху айтқан сияқты, "Маназал бала илля bizamb", қандай бәле түссе де, яғни не? Адамдарға күнә себепті. Ол не қылмайды, көтерілмейді, тек қана тәубемен. Тура сол сияқты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахихта келген хадисінде не дейді? "Ал-ибадату фил харж кал-хижрати иlayya, ка-хижратин иlayya". Яғни адамда харж деп атқаны фитна. Фитна уақытында адамдардың не қылуы? Құлшылық қылулары. Фитна уақытында құлшылықпен айналысу маған хижра қылған сияқты дейді. Хижра қылған сияқты емес, маған хижра қылған сияқты. Тура пайғамбардың өзіне хижра қылған сияқты болады деген фитна уақытында. Неге деген сұрақ тууы мүмкін? Не үшін фитна уақытында ерекше ол? Хафизахулла айтады. Өйткені не? Ғалымдар, соның бір Навауи рахимахулла, кейбір ғалымдар айтқан сияқты, өйткені осы уақытта адамдар қаперсіздікте болады. Фитна көбейген уақытта адамдар не істейді? Сол фитнаны әңгіме қыла береді. Бұл адамдардың әдеттерінде бар нәрсе. Адамдардың бастарына іс түсетін болса, адамдардың бастарына бір бәле келетін болса, әңгімемен, азаннан кешке шейін сол бүлікті айтумен айналысады олар. Айбадатты тастап, кешке шейін күндерін уақыттарын сомен, керісінше соны түзеуге қайтпай, олар не қылады деп отыр? Фитнамен айналысып кетеді. Қаперсіздікте болады. Сол уақытта сен қаперсіздікте болған адамдардың қатарында болмай, Алланы еске алғандардың қатарында бол. Айбадатпен айналысып, Раббыңа қайтып, тәубе қылып, күнәларыңды мойындап, жақсы амалдар қылсаң, тура Алланың елшісіне
хижра кылгандай боласың дейді Хабибулла. Бұл 5-ші мұсылманның қылатын мәмілесі екен. Және 6-ші нелері? 6-ші себептерінен, яғни ненің? Адамдардың 6-ші себептерінен мұсылманның қылатын амалдарынан, мәмілесінен ол не қылу? Ар-руджу иля ахлил илм, әлем иелеріне қайту. Әлем иелеріне қайту деп жатыр. Яғни солардың сөздерінен, солардың етектерінен ұстап жармасу. Яғни не қылу? Өздерінше жүре бермеу. Өз-өздеріне ілім иелерін жасамау. Яғни үлкен ілім иелеріне, ғалымдарға қайту. Алланың қалауымен соларда сәлемет, амандылық болады дейді Хабибулла. Өйткені Аллах Тағала Құранда «Фас'алу ахла зикри ин кунтум ла та'ламун». Білмесеңдер білім иелерінен сұраңдар. Білмесеңдер білім иелерінен сұраңдар деген Аллах Тағала. Және жаңағы аятта не қылды? Жаңа бізде өткен аятта Аллах Тағала айтқан еді, мұсылмандарға әдеп қылып. Не қылды? «Уайда жаахум амрун минал амн ау хоф адау бихи». Оларға не қылса, бір хабар келсе, мұсылмандардың жалпы тыныштығы, болмаса мұсылмандарға уайым қайғы түсетін, болмаса оларға қуандыратын хабар келген уақытта бірден таратады дейді. Бірден таратады. Олар оны Алланың елшісіне, болмаса ілім иелеріне қайтарғанда ғой. Не қылатын еді? Ол ілім иелері олардың ішіндегі истинбат қылып, мынаны айту керек, мынаны айтпау керек, мынау сахих, мынау даиф, мынау сахих, бірақ сахих болса да бұны айту керек, айтпау керек деп не қылатын еді? Дұрысын шығаратын еді деген аятта Ас-Сади рахимахулла, Ибн Касир рахимахулланың сөзі өтті. Ас-Сади рахимахулла айтады сол аятта: «Хада тәдибун миналлахи ли'ибадихи ан фи'лихим, хада гайру лайық». Яғни Аллах Тағала осы аятта құлдарын әдептеп жатыр. Яғни құлдарын не қылып жатыр? Әдепке салып жатыр дейді. Мынау сендерге, ей Аллаға иман келтіргендер, сендерге лайықты емес дейді мыналарың. Аннау янбағи лахум ида жаахум амрун минал умурил мухимма вал масалихил амма. Егер сендерге бір маңызды нәрсе келетін болса, маңызды жағдай, болмаса жалпы халықтың маслахасына, пайдасына келетін, мұсылмандарды қуандыратын бір жағдайлар болатын болса, ау бил хауф, болмаса оларды қорқытатын, болмаса олар қорқатын, болмаса олардың басына бір мұсиба келіп қалған хабарларды естісең, алейхим ан ятасаббату ва ла ястаъжилу би ишаатин. Бишаати залика хайр. Не қылу? Сол хабарды тексеру. Оны анықтау дейді рахимахулла. Ол хабарды тексеруге, оны тексеру, оны таратуға асықпау деп жатыр. Бірден сол хабарды таратуға асықпау. Бәлкім оны Алланың елшісіне қайтару. Және ілім иелеріне, ақыл иелеріне, даналық иелеріне сабырлық, олар келген нәрсені ақылына сап, таразылап, байсалдықпен шешетін ілім иелеріне қайтару деп жатыр. Не қылады олар? Аллазини я'рифуна ал-умура ва я'рифуна масалиха ва диддаха. Яғни не қылатын олар? Осы жағдайларды жақсы білетін. Адамдарға не пайдалы, не пайдасыз, ол пайда болса да қазір айтыла ма, айтылмай ма, соны жақсы білетін адамдарға қайтару керек дейді. Егер олар ілім иелері соны таратуда бір пайда көрсе, мұсылмандарды қуандыратын, мұсылмандардың ынтасын күшейтетін хабарлар болса, олар оған таратады. Тура сол сияқты мұсылмандардың қорғануына, дұшпандарынан сақтану керек. Осы келген мұсибада, келетқан бәледен қалай қорғану керек болса, оны таратады. Егер олар оның ішінде ешқандай бір пайда көрмесе, болмаса пайда бар, пайдасы азырақ болып, зияны көбірек болатын болса, олар оны лам юди'уху, оны таратпайды дейді рахимахулла. Сосын Аллах Тағала не деді? Олар не қылатын еді деп жатыр? Олар оның ішіндегі истинбатты не қылатын еді? Шығаратын еді деп жатқаны сол. Яғлада ястахрижунаху бификрихим ва араихим ас-садида ва улумихим ар-рашида. Олар өздерінің дұрыс пікірлерімен, дұрыс ақыл ойларымен, Құран сүннетке сай келген, дұрыс туралықты көрсететін ілімдер арқылы не қылатын еді олар? Олар халыққа дұрыс хабарды шығарып беретін еді дейді рахимахулла. Не бар? Осының ішінде оларды Аллах Тағала осындай жағдайға не қылып жатыр? Нұсқап жатыр дейді. Бұның ішінде адамдарға не бар? Осындай жағдайларға адамдарды, осындай мұсылмандарды әдептеу бар дейді. Әдеп қағидасы бар дейді Хабибулла. Адам бұндай мәселелерде
білетін, соны басшылық қылатын, сол жағдайды жақсы білетін адамдар қадам басып, адамдардың арасында дұрыстыққа жақын болған адамдар сөйлеп, асығыстықтан сақтанады дейді Хафизахулла. Және осы мәселеде ғалымдармен ұстану, ғалымдардың сөзіне қайтарып, солардың сөзімен тоқтау мәселесінде. Және Саид ибн Жубайр рахимахулладан не келеді? Сол кісінің сөзінен Хилал ибн Хаббаб сұрайды ол кісіден. Хилал рахимахулла Саид ибн Жубайрден сұрайды. Мa'ламату халакин нас. Мa'ламату халакин нас. Адамдардың құруының себебі не? Адамдардың құруының себебі не? Адамдар не себептен құриды? Неге адамдар құрып кетеді деп рахимахулладан Саид ибн Жубайрден сұраған уақытта, ол адамдардың құруының, адамдардың құрдымға кетуін сұрап жатыр екен рахимахулладан. Ол кісі не дейді? Иза халака уламаухум. Егер адамдардың ғалымдары құритын болса, адамдардың ғалымдары құритын болса, ғалымдар кететін болса, не өліп, не болмаса адамдар тастап қоятын болса, сол уақытта адамдар құриды, болмаса сол уақытта құруды күттейді рахимахулла. Шейх Абдулла Хафизахулла айтады, егер осы уақытта мүмкін ғалымдар бар болуы мүмкін. Ғалымдар өліп кетпеген, тірі болуы мүмкін адамдардың арасында. Бірақ адамдардың арасында кейбір адамдар болады екен, яғни ауыратын адамдар. Не қылады екен? Адамдарды сол ғалымдардан тосатын, сол ғалымдарды жамандайтын, солар жағында не? Соларды адамдарға тастауға, адамдар мен олардың арасында өздерінің қойған батыл қағидаларымен соларды қолдану арқылы адамдарды ғалымдардың тілінде, ғалымдардың қолында болған хақтан бет бұруға әрекет қылады дейді Хафизахулла. Сол себепті имам Шатиби рахимахулла Иғтисамда солардың белгілерін, суреттерін айтып атқан уақытта рахимахулла айтады, не істейді екен сол батыл иелері? Руббама родду фатауихим фатауияхум ва қаббахуа фи асмаил амма. Не қылады? Олар мүмкін ғалымдардың фатуаларын қабылдамай, адамдардың арасында, қарапайым халықтың арасында солардың несін, ғалымдардың бір фатуасын алып келіп, адамдардың арасында жаман көрсетеді. Солай ма яғни? Хафизахулла, рахимахулла, яғни бүйтіп айтты, бірақ ол кісі деп сөздерінің жартысын кесіп алып, адамдардың ақылы көтермейтін жерде айтылған сөздерін, адамдар ақылы көтермейтін адамдарға көтермейтін нәрселерді айтып, ғалымдардың сөздерін алып келіп не қылады? Жаман көрсетеді деп жатыр. Не үшін? Юнаффирул уммата ан иттибаи сүннати ва ахлиха. Адамдарды не қылу үшін? Сүннетке, хаққа, хақ иелеріне ілесуден қайтару үшін дейді рахимахулла. Сондықтан Хафизахулла, Шейх Абдулла Хафизахулла осы жермен не қылады? Сөзін, насихатын аяқтайды. Wallahu alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.